Assalomu alaykum, Shosuv vatandaşları. Bugün iş tecrübesi boyunca Shosuv Üniversitesi'nin belirlendiği filialimiz tarafından ücretsiz paralar var. Yüzünüzün bent ettiği için yıl basından basılan üstünlüğü çekim ajratılmaktan kreditler туралы kısaca malumat verildiğini sizlerden sorularınız var bulatımıza Shosuv basında soru verip varsanız olabilir. Demek yıl basından basılap жұмыссыз fuqarolarga өзін бәнд ету үшін үш түрдегі кредитimiz ажыратылып бұл бизнеске біріншіден яғни 5 миллион сом, бизнеске көмек 17 миллион сом, махалле лайқасы яғни махалле жой бар 50 миллион сом шейін ажыратылған кредит. Бизнеске бірінші хален бұл 5 миллион сом кредит болып, бұл бір жыл мүддетке ажыратылады жұмыссыз fuqarolarga өзін бәнд ету үшін. Бұнда керек болатын құжаттар kredit alışının pasport nüshası yani kopyası hem de жасап жатқан mahallesindeki hakim жәрдемші tarafından берілетін тапсырмасын tekrar ажыратылады. Бұнда біреу тәмінат сипатында кепіл қойса да болады, hem de 60 миллион сом субсидия тәмінін шығарса да болады. Екінші кредитimiz 17 миллион сом бизнеске көмек деген бұл 4 жыл мүддетке 6 ай имтиязбен ажыратылған. Бұл да жаңа айтып өткенімдей fuqaranın pasport kopyası hem de жасап жатқан mahallesindeki hakim жәрдемшінің тапсырмасына ажыратылады. Онда керек болатын ücretli kredit alушының pasport kopyası hem de mahallesindeki тапсырмасы, hakim жәрдемшінің тапсырмасы. Оған біреу тәмінат сипатында үшінші шахс кепілдік, яғни кепілдік алған жұмыссыз болған fuqaranın айлығы яғни. Hem de субсидиямен de ажыратылады. Üçüncü kreditimiz айтып өтетін болсақ, бұл махалле жой бар деген 50 миллион сом, бұл 5 жыл мүддетке ажыратылады, 2 жыл имтиязда өмірде. Бұған да керек болатын құжаттар өзінің жасап жатқан махаллесінде hakim жәрдемшінің тапсырмасы, өзінің паспорт нұсқасы үшінші шахс кепілдігімен ажыратылған. 2 жыл имтиязда өмірде 5 жыл мүддетке. Бұндан да тысқары кіші бизнесті үздіксіз қолдау қуатылы, яғни кіші бизнес қарар бойынша юридик шахс тәшкіл еткен қалада 100 миллион сомға шейін кредиттері ажыратылады. Бұнда бұл 5 жыл мүддетке 1 жыл имтиязда өмірде. Бұнда бір айнадан өзін тізіміне өткеріп юридик шахс тәшкіл ету керек. Бұл 100 миллион сомға шейін ажыратылады. Бұл 21%-дан ер адамдар үшін, 19%-дан аял адамдар үшін ажыратылады. Оған керек болатын құжаттар қосымша қызық тұрған сұраулар болса, берешіміз болады. Егер сұраулар жоқ болатын болса, Shosuv vatandaşlar үшін рахмет.